Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін керемет дәмді болып шығатын сүзбеден жасалынатын сырникенің жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші творогымыз біздің сухой болу қажет. Ол үшін осындай бір қалташаға салып, немесе марляны 4-5 қабаттап, суынан ажыратып аламыз. Осылай бір ыдысқа сығып аламыз сүзбенің суын. Одан кейін бір ыдысымызға сүзбемізді саламыз. 1,5 ас қасық манная крупа, 3 ас қасықтай қант, аз салсаңыздар да болады дәміне қарай. Одан кейін 1 жұмыртқаны қосып, вилкамен немесе блендердің көмегімен араластырып аламыз. Ұнымызды сеуіп, сырникеларымыздың формасын жасауға кірісеміз. Әр қайсысын осылай домалақтап алып шығамыз бірінші. Одан кейін осылай видеода көрсетілгендей пышақтың көмегімен сырникеларымыздың формасын жасап аламыз. Табамызға кішкене ғана майымызды құйып, ысығаннан кейін екі жақ бетін қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Сырникелар бізде осындай өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.